Сәлем достар, менің есімім Асхат және бұл Алпысбай каналы. Бүгін видеода біздер көне ноутбуктың дискісін ауыстырып, ноутбукке жаңа өмір беріп, қайта жаңартамыз. Ол үшін бізге SSD диск керек. Осы мақсатта Каспийден 480 гигабайттық Western Digital Green дискісін сатып алдым. Пандемия уақытында халықтың бір жартысы жұмыссыз қалды, ал екінші жартысы онлайнға ауысты. Балаларымыздың сабағы да онлайн форматқа көшті. Күнделікті тіршілігіміз компьютер мен телефонға қарады. Осындай жағдайда кез келген адамның жаңа компьютер немесе ноутбук алуға мүмкіндігі болмайды. Менің ойымша, компьютерге жаңа серпін берудің ең арзан жолы ол SSD диск қондыру. Бұл жерде айта кететін жайт, әрине мүмкін болса оперативтік жадыны, процессор тасын ауыстырғанда жөн. Бірақ ақшаңыз жетпей, қалтаңыз тарлау болса, дискіні ауыстырудан бастаңыз. Менің ескі дискім HDD, ал жаңа диск SSD. Айырмашылықтары қандай? Негізгі айырмашылығы жұмыс жасау технологиясында. Қысқаша айтсам, HDD технологиясы бұрынғы ескі патефон секілді ақпарат айналып тұрған дискіден оқылады, ал SSD кәдімгі флешка секілді, және ол дискте айналып тұратын механизм жоқ. Соның арқасында, яғни қозғалатын механизмдердің болмау арқасында, SSD HDD-дан жылдамырақ және шусыз жұмыс жасайды. Байқаған шығарсыз, ноутбукте немесе компьютерде білінер-білінбес шиқылдаған шу шығады. Сол шудың көзі HDD диск. Сонымен қатар SSD-дің де кемшіліктері бар. Бірінші кемшілігі бағасы. HDD-мен салыстырғанда SSD қымбатырақ, әсіресе жады көлемі ұлғайған сайын. Дегенмен технологиясына байланысты арзан SSD-лар бар. Екінші кемшілігі, HDD-да егер дискіде ақау пайда болса, әртүрлі утилиталар мен ақпаратты алуға мүмкіндік бар. Ал SSD-де мұндай мүмкіншілік жоқтың қасы. Ал енді ноутбугымызға оралып, дисктің ауыстыру сәтін қысқаша сипаттап өтіп кетейін. Бүгін біздің алдымызда 4-5 жыл болған Lenovo G5070 ноутбугі. Соңғы кездері бұл ноутбуктың диск жұмысында ақаулар байқалып жүр. Бұны мен арнайы тест жасау арқылы анықтадым. Сондықтан да керек ақпаратты жоғалтып алмай тұрғанда дискіні ауыстыруды ұйғардым. Жалпы дискті ауыстыру ондай қиын шаруа емес. Ноутбуктың астында 3 шурупты ағытып алып, қақпағын ашамыз. Көбіне қатқыл диск арнайы кронштейнге және қосымша шуруптармен бекітіліп тұрады. Шуруптардың бәрін ағытып, кронштейнді шешіп аламыз. Бұл кронштейнді жаңа дискіге қондыру керекпіз. Енді дискінің орнына орнатып, қақпағын жауып, шуруптарды қатайтып тастаймыз. Болды, бітті. Менің каналым IT-ден шамалы алыста болғандықтан, программаны қондыру процесін көрсету артық деп ойладым. Енді көздеріңіздің алдыңызда диск ауыстырғаннан кейінгі өзгерістерді байқай аласыздар. Ноутбуктың қосылу уақыты 2 есеге тез болды, ал жалпы тест барысында кейбір параметрлар бойынша жылдамдық 4 есеге артты. Қорытындылай келсек, дәл осы дискті таңдауда менде 2 негізгі себеп болды. Бірінші себеп әрине бағасы 27.700 теңге. Ондай қымбат баға емес, әсіресе бөліп төлейтін болсаңыз. Екінші себеп, мен бұл ноутбукты сирек және жолда қолданамын. Сондықтан да TLC форматындағы дискіні таңдадым. Бүгінше осы, мен видеомды барынша техникалық терминдерге толтырмауға тырыстым, өйткені кейбір терминдері түсініксіз болуы мүмкін. Егер диск таңдау керек болса, комментарий жазыңыз, жауап беремін. Бүгінше осы. Видео қарағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар. No, bye.